Қазақстандағы ең бай кәсіпкерлердің бірі Қайрат Боранбаев ұсталды. Боранбаев экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваның құдасы. Бұл туралы Кастак KZ сайты хабарлады. Кастак дерек көзінің айтуынша, Боранбаевты қаржы мониторинг агенттігінің қызметкерлері ұстаған. Оған қатысты Алматыдағы департамент емес, Елордадағы бас кеңесінің қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Қазір Боранбаев уақытша ұстау изоляторында екен. Жақын күндері Алматыда Боранбаевқа қатысты тергеу амалдары жүреді. Азаттық радиосының жазуынша, Қайрат Боранбаев Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваның құдасы. Боранбаевтың қызы Әлима 2013 жылы Дариға Назарбаеваның ортаншы ұлы Айсұлтанға тұрмысқа шыққан. Естеріңізде болса, Айсұлтан 2020 жылы тамызда Лондонда қайтыс болды.